олай болатын болса, асық ойынымен ойынымызды ойнайық, иә? Олай бірінші сендерге асық ойынымен бір жұмбағымды жасырайын. Табуға сендер тұрсыңдар, жарайды ма? Иә. Ата-бабам ойнаған, мұра етіп қалдырған, алшы тәйкі, шік пен пүк, жабдықтары аталған. Оның жауабы не екен? Бұның жауабы не екен? Асық екен. Жарайсың, Жанболат. Олай болатын болса, бір ерекше қызыл асығымызбен қанталапай ойын ойнаймыз. Бұл ойынымыздың ерекшелігі, балалар. Барлық асықтан ерекше түсі қандай екен? Қызыл. Олай болатын болса, ойынымызды ойнауға дайынсыңдар ма, балалар? Иә. Ойынымызды ойнамас бұрын сендерге бірінші түсіндірейін, иә? Балалар, мен қазір ойынды дайындалып тұрамыз, балалар. Талапай-ау, талапай. Қане, балалар, қан алшысы кімге түссе, асық ату ойынын бастайды, иә? Апай. Қан алшысы кімге түсті? Ой, жарайсың, Имранға түсті қан алшы ойын. Кім? Қанша асық жинады? Кән санайықшы? 1, 2, 3. Олай болатын болса, балалар, асықтарымызды қоржындарымызға салайықшқан. Бәрін жинап. Ой, жарайсың. Алдарындағы қоржынға асықтарын сала қойдырма. Сынбап, асықтарын салыңдар. Қоржынға салып, кезек-кезек қатарға тізіп ойнаймыз, жарай ма?